Добрый вечер. В ближайший час новости на телеканале Астана. В студии Санди Султан. Және мен Оксана Петерс. Шымкентте демалыс күндері жауған нөсер жұртты әбігерге салды. Көліктер жолда қалып, тұрғындар пәтер ішінде малмандай су болды. Көрпелердің барлығы су, жастықтан ден киім кешек барлығы су. Жататын төсеніште жоқ. Ана кілемді өзім шешеммен алып келдім жаңа. Төсеп отыра тұрайық деп. Когда все казахстанские школьники начнут покупать обеды по специальным картам и почему в прошлом проект оказался провальным, расскажем сегодня в выпуске. Қызылжарда Шерлок Холмстың тапаншасы табылды. Әйгілі детективтің қаруын қала тұрғыны орманнан тауып алған. Қызылжарлықтар полицияға Билбой тапаншасында тапсырған екен. Біздің криминалистер тұжырымы жасап, бұл 1865 жылғы Виблей системалық бульдог маркалы тапанша екенін айтып, енді осы тапсырған азамат шамамен 30 000 теңгедей ақы алады. Сейчас подробности этих и других событий. Я вернусь в студию через полчаса. Оксана, эфиріңіз сәтті өтсін. Рахмет, сәнді көріскенше біз жаңалықтарды бастаймыз. Жексенбі күні Елордадағы Астрахан тас жолында болған жол апатынан зардап шеккен 11 жолаушының екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оларды аман алып қалуға тырысып жатыр. Зардап шеккендер арасында 4 бала бар. Үшеуі үйде ем қабылдауға жіберілсе, біреуі қалалық балалар ауруханасының нейрохирургия бөлімінде ем қабылдап жатыр. Жеңіл жарақат алған қалған жолаушылар үйлеріне жіберілген. Қазіргі таңда 4 науқастың 3-еуі орталық жағы ұлттық ғылыми орталықта ем қабылдап жатыр. Екеуінің жағдайы ауыр. Олар политравма дейміз, көп жарақаттар алған науқастар. Дәрігерлер барлық жағдайды жасап жатыр. Айта кетсек, жексенбі күні күндізгі уақытта Астрахан тас жолында жүк көлігі шағын автобусқа соғылып, аударылып қалған. Автобус жүргізушісі мен ішіндегі 11 жолаушы ауруханаға жеткізілген болатын. Тәжікстан түрмесінде қанды қырғын қатаң тәртіптегі колониядағы сотталушылар бүлік шығарып, 32 адам қаза тапты. Ақпаратты РИА Новости агенттігіне Тәжікстан әділет министрі растаған. Олардың мәліметіне сүйенсек, 8 адамды сотталушылардың өздері өлтірген. Опат болғандардың ішінде 3 күзетші бар. Лаңды бастаған түрмедегі Даиш ұйымының жақтастары көрінеді. Олар жексенбі күні түрменің 3 қызметкерін тұтқынға алып, бостандыққа шығаруды талап етеді. Қолдарында суық қару болған, кейін өз іштерінде келіспеушілік туындап, текетірес басталып кеткен. Тәртіпке шақырған колония қызметкерлеріне бағынбай, қарсы шабуылдайды, бірнешеуін жарақаттаған. Түзету жүйесінің басшысы мен түрме бастығы, сонымен қатар 8 адам ұсталды. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Жалғастырамыз. Қол астындағы қызметкер жемқорлықпен шатылса, бірінші басшы жұмыстан кету жөнінде өтініш жазуға міндетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай дейді. Бүгін оның төрағалығымен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде жиын өткен. Онда мемлекет басшысы соңғы 3 жылда 900-ден астам адамның жемқорлықпен ұсталғанын, мемлекеттік бағдарламалардың сапалы орындалуына осындай оқиғалардың кедергі келтіретінін жеткізді. Президент жемқорлыққа төзбейтін қоғам қалыптастыру үшін бірнеше міндеттер ұсынды. Егер біз жемқорлықты түбегейлі жоюды міндет етіп алсақ, меніңше мемлекеттік орган басшылары мұндай жағдайда отставкаға кетуі керек. Олардың отставкаға кетуін қабылдауды немесе қабылдамауды мемлекет басшысы шешеді. Бірақ жұмыстан босату туралы арыз жазуы міндетті шара болуы керек. Шымкентте демалыс күнгі жауған жауынның кесірінен көп қабатты үй тұрғындары пәтерлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Нөсер жауын 9-шы қабаттың шатырынан өтіп бөлмелердің төбесінен сорғалаған. Көшелерді көлкіп жүргізушілер абдырап қалды. Айзада Төребек қызы тарқатады. Міне постельдің бар не отыр бала шағаның. Кешіп жүрміз. Демалыс күндері Нұрсат 3 шағын мөлтек ауданының тұрғындары аяғасы әбір жетте қалды. 9-шы қабатта тұратын Дина Шопанова су сорғалаған жерлерге ыдыс қойып үлгере алмай абдырапты. Үйде шылқымаған, дүниесі қалмаған көп балалы ана әупірімдеп электр желісін ажыратып үлгерген. 2 күн бойы туыстарын жағалаған келіншек бүгін төсеніп жатар ештеңе жоғын айтады. Көрпелердің барлығы су, жастықтан ден киім кешек барлығы су. Жататын төсеніште жоқ. Ана кілемді өзім шешеммен алып келдім жаңа.
төсеп отыра тұрайық деп. Мына осы биыл көктемде болған, бұл қар ерігеннен болған. Мына немен дуалмен, төбеден жіпсіп, бүйтіп аға берген ғой. Бұл 2015 жылы Қазақстанның ипотекалық компаниясы арқылы Нұрлы жол бағдарламасымен берілген. Тұрғындар төбеден су сорғалайтынын айтып, мердігер мекемеге де барған. Алайда құрылысшылар 2 жылдық кепілдік мерзім әлдеқашан өтіп кеткенін айтты. Дегенмен судың сорғалауы сападан емес деп отыр. Тұрбаның ішін бар қоқыммен толған, бутылкалардың сынығымен бүтіндей бутылкалар үстіне тығып кеткен. Бұл арнайы істелінген нәрсе бар. Сонымен ана жерге су өтпеген екен, айналасын бәріне су 9-8 этаждарға жағаға бұны кеткен жердің бәрі кеткен. Басқа жерлердегі тұрбалардың бәрі үстіндегі сеткалар тұрғанын біздің балалар көрсеткен. Құрылыс компаниясы талапқа сай әр 5 жыл сайын төбе жабынының жаңаланып тұру қажеттігін еске салды. Бұл жолы қасиетті айда шатырын жөндеп беруге уәде етті. Бірақ бұл жаңбырдан осы үй ғана емес, қаланың ірі көшелері де су астында қалды. Салаға жауаптылар мұны қаланың ойлы қырлы жерлерге орналасуынан деген уәж келтірді. Ирригация жерлер, жөндейтін жерлер бар. Бірақ жөндемейді жерлеріміз де тағы да бар. Келесте мен сізге айтайын, келесте бірінші зерттеу жұмысы жүріп, ол бәрі қаражатқа байланысты. Оны сразу тез арада қазір болды. Оған жоба істелініп, осы жұмыс атқарылады. Ал синоптиктер Шымкент пен Түркістан облысы аумағында ертеңде өткінші жаңбыр жауатынын болжап отыр. Айса Төребекқызы, Серік Талас, Астана арнасы, Шымкент. Жыл сайын несиеге сұраныс артып барады. Қазақстандықтардың банктерден алған несиесі алғашқы 3 айда 5 триллион теңгеге жеткен. Бұл 2017 жылғы көрсеткіштен 1 триллионға артық. Ақпаратты ұлттық банкке сілтеме жасаған ЛС порталы хабарлады. Қазақстандықтар 1,48 триллион қарызды құрылыс жүргізуге және үй сатып алу үшін алған. Көбі ипотекаға жұмсалған. Ол 1,38 триллион теңгені құрайды. Қарыз өткен жылдардағыдан 35%-ға өскен. Ал тұтынушылық несие алғашқы 3 айда былтырғы 3 триллионнан 3,5 триллион теңгеге артып отыр. Ал қаржы институттарынан алынған барлық қарыздың 1 триллион теңгесі мерзімінде өтелмей келеді. Алматыда ескі үйлерді бұзу бойынша 2012 жылы жасалған бағдарлама тиісті деңгейде орындалмай отыр. Қала билігі тозығы жеткен үйлерді сүріп, қайта салатын инвестор таппай дал. Қаладағы ең ауқымды бағдарламаның мән-жайы туралы толығырақ келесі материалда. Қаладағы тозығы жеткен үйлерді бұзу туралы бағдарлама 7 жыл бұрын басталды, бірақ осы күнге дейін небәрі 56 үй бұзылып, оның орнына 51 үй салынған. Бағдарлама аясында 2030 жылға дейін 1000-ға жуық көп қабатты үйді бұзу қарастырылған. Оның ішінде кейінгі жылдары құрылған Алатау ауданында 23 үй, ал Наурызбай ауданында 8 үй бұзылмақ. Ең көбі Түрксіб ауданында, мұнда 428 үйді қайта бұзып салу көзделген. Жобамен айналысатын күрделі құрылыс кәсіпорны мекемесі құрылыстың шабандап қалуын инвесторлардың жоқтығымен түсіндіреді. Бұл бағдарламаға қазынадан қаржы жұмсалмайды. Аталған кәсіпорын құрылыс компанияларын тауып, 2 қабатты тозған үйлердің жер теліміне 9 немесе 12 қабатты үйлер салып, қалған пәтерлерді сату арқылы пайда табуға мүмкіндік жасайды. Инвестора, да, то есть это совместная деятельность. Құрылысқа кіріскен кәсіпорын бір жобаны жүзеге асыру үшін кем дегенде 3 жыл уақыт жұмсайды. Жер телімін қайта рәсімдеу, құрылыс жұмыстары, пәтерлерді саудалау ұзақ уақытқа созылады. Инвестор тек 3-4 жыл өткенде қаражатын қайтара бастайды. Бұл кәсіпкер үшін тәуекелге бел буу. Сондықтан инвесторлар табу да қиын болып тұр. Десе де қазір жыл соңына дейін 19 үй сүрілмек, барлығы 10 000 шаршы метр жаңа баспана салынады деп жоспарланған. Айта кету керек, бағдарлама бойынша жеке инвесторлармен келіспей пәтер ала алмай қалған отбасылар да кездеседі. Здесь 34 года уже живу. Біз осы пәтерде 34 жылдан бері тұрып келеміз. Енді күрделі құрылыс кәсіпорны серіктестігі бізге 2 бөлмелі пәтерді алып, оның орнына 18 шаршы метрлік 1 бөлмелі пәтер ұсынып отыр. Олар біздің үйді сүретін болса, басқа ұсынған пәтерден 2 бөлмелі сұрасақ, қосымша ақша талап етеді. Біздің оған жағдайымыз жоқ. 4 баламен 1 бөлмелі пәтерге қалай сыймақпыз? Бағдарламаның басты операторы жоба өзін ақтайтынына сенімді. Себебі шаһарда Сүлейменов, Жандосов, Райымбек Батыр Гончаров, Шевченко, Шәріпов сияқты ескі үйлері көп аумақтарды игеруге инвесторлар табылған. Алдағы 10 жылда осы бағдарламамен жоспарланған 2 миллион шаршы метр тұрғын үй салынама, ол жағы белгісіз. Ауқымды жоба 1922-1963 жылдары салынған 1,5 мың тұрғын үйдің кем дегенде 70%-ын жаңалау. Бюджеттен қаржы жұмсамай-ақ жеке инвесторларға қаржы табуға мүмкіндік жасау, сондай-ақ тұрғындарды жаңа баспанамен қамту. Ришат Асқарбекұлы, Әсет Еленбаев, Астана телеарнасы, Алматы.
Батыс Қазақстан облысындағы жолдың 70% тозып тұр. Өңірге сапарында президент Қасым-Жомарт Тоқаев нашар жолдың әлеуметтік ахуалға кері әсер ететінін айтқан еді. Президент Қазталовка, Жәнібек және Бөкей Ордасы аудандарындағы жол салу жұмыстарын үкімет пен әкімдікке 2021 жылдың соңына дейін бітіруді тапсырды. Тіпті бұл мәселені жеке бақылауына алатынын жеткізді. Ламперсінді жолда, бізде енді қыс айы қос дөңгелек, жаз айы қос дөңгелек салып жүреміз. Мына Майшан төбесінде қос дөңгелек тұр қазір. 10 жылдан бері жолаушы тасып, нан тауып жүрген қайырлы жол азабын жақсы біледі. Өйткені туған ауылы Жәнібек ауданына жету оңай емес. Кей жерде жол мүлдем жоқ. Көктемде қатқақ, күзде батпаққа батып, жолсызбен жүрсеңіз, қандай мықты көлігіңде сыр береді дейді жігіт ағасы. Жол жоқ, уазиктер шағы жүреді, жеңіл машина түгіл. Біздерін жасыратын жоқ, біреміз 3 уаз тоздырдық, мен тағы машина алғанбыз, ол да тозып отыр. Кеше борандарда вообще қасталып кетіп ондық. Жолға вообще жол тазаламайды мұны. Вообще тазаламайды мұны. Жалпақталдың нелері сатып алған тендерға. Вообще жол қарамайды вообще бұлар. Тек жыл сайын ақшаларын алады, қысы жазы баяғы бейнет көретін осы баяғы таксистер. Облыс орталығынан 500 шақырым жердегі Бөкей Ордасы мен Жәнібек аудандарының жолына кеңес үкіметі кезінде де асфальт төселмеген. 35 мыңдай тұрғыны бар аудандарға жол салу керектігі талайдан бері айтылып келді. Ауыл мен қаланы жалғайтын күре жолдың құрылысы биыл басталады. 2,16 миллиард теңге бөлінген жол 3 жылда салынып бітпек. Ряд программы. Қазір жобалау сметалық құжаттары дайын, енді жол салушы мердігер анықталады. Бұл жолы Қазталов, Жәнібек, Өнеге, Бейсен, Сайқын бағытында салынады. Биыл республикалық маңызға ие жолдарды қайта салу, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарына ел бюджетінен 9,5 миллиард теңге бөлінді. Тексерушілер жаңадан салынған жолдың өзіне де кінәрат тауып жатады. Мысалы, бағдаршамдағы көлік нөпірін азайту үшін салынған мына оң жақ бұрылыс былтыр күзде пайдалануға берілген. Содан бері қыс өтті, көктемде бітті. Асфальты жүргізушілердің жүйкесімен бірге жұқарып, қиыршық тасы шашылып жатыр. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдардан 30 шақты кемшілік табылды. Бұлар Орал, Тасқала, Ресей Федерациясы, Подсипное, Федоровка, Ресей, Атырау, Орал және Чапаев, Жалпақтал, Қазталовка бағытындағы республикалық маңызы бар жолдар. Мердігерлердің сапалы материалдарды пайдаланбаған анықталса, кепілдік міндеттемеге сай қайта жөнделткіземіз. Биыл сырым өткізу бекеті де кеңейтіліп, 8 жолақты болып қайта салынады. 1,5 миллиард теңге бөлінген бұл жұмыс биыл қазан айында аяқталуы тиіс. Мамандар осыдан кейін шекарадағы кезек жойылып, жұмыстың жеңілдеріне сенімді. Еркін Карин, Наурыз Халид, Астана телеарнасы, Орал. Трактордың тетігін отандық мамандар құрап тұр. Қостанайда жаңа өндіріс іске қосылды. Астықты өлкеде Ловел маркалы тракторлар шығарыла бастады. Алғашқы конвейерден шыққан 100 шақты техниканың басым бөлігі бірден сатылып кеткен. Сұранысқа ие су жаңа трактордың құны 2,5 миллион теңгеден басталады. Қостанайда құрастырылған трактор республикалық сертификатты орталығынан сынақтан өтіп, тиісті сәйкестендіру құжаттарын алған. Ауыл шаруашылығына таптыртпайтын техниканың алғашқы легін Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстарының техандары бірден сатып алған көрінеді. 35 лошадиных сил. 35 аттың күшіне тең трактордың құны 2,5 миллион теңге, ал 130 аттың күшіне тең техниканың бағасы 14 миллион теңге. Лобл компаниясы өз өнімдерін Қытайда ғана емес, әлемнің 50 еліне экспорттайды. Алдағы уақытта жергілікті кәсіпорын базасында 4,5 мың шаршы метрлік цех іске қосылмақ. Онда жылына 3 мың тракторға дейін шығарылады. Жаңа жоба 180 адамды тұрақты жұмыспен қамтитын болады. Кәсіпорын өз өнімдерін ішкі нарықпен қоса Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей секілді көрші мемлекеттерге де экспорттауды көздеп отыр. Такие крупные области, как Челябинск, Свердлов, Башқұртстан Республикасы, Қорған, Түмен секілді ірі облыстарға тракторларды экспорттай аламыз. Тобыл өңіріндегі трактор өндірісіне Қытайдың жетекші компаниясында тәжірибеден өткен 90 маман білексівана кірісті. Қазіргі сәтте техника құрастыру тетігін Қытай мамандары қадағалап, жергілікті жұмысшыларға жөн сілтеп отыр. Біздің жоба бір белдеу, бір жол бастамасы аясындағы ең маңыздылардың бірі болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан ауыл шаруашылық техникаларын құрастырудағы стратегиялық нарық болып есептеледі. Қостанай кәсіпорын мен Лобл компаниясы өзара өндірісті құрастыру жөнінде келісім шартқа қол қойды. Келешекте трактордың кейбір бөлшектері жергілікті зауытта жасалады. Заңғар Санай, Ғабиден Жоқышев, Астана телеарнасы, Қостанай.
Қазақстандағы президент сайлауына ТМД байқаушылар миссиясынан 300 адам қатысады. Бұл туралы ТМД атқару комитетінен хабарланды. Комитет төрағасының бірінші орынбасары Виктор Гуминскийдің сөзінше, байқаушылар сайлауды ел аумағында түгел қамтуға тырысады. Қазір бұл іске атсалысуға ТМД елдерінен 90 өкіл өтініш білдірген. ТМД-ның байқаушылар миссиясының өкілдері осыған дейін қалыптасқан қағидаттар бойынша жұмыс істейтіндерін жеткізіп, елдің ішкі ісіне араласпаймыз деп сөз берді. Айта кетелік, ТМД-ның байқаушылар миссиясы 2015-16 жылдар өткізілген 2 сайлау науқанын бақылауға қатысқан. Біздің миссияның мақсаты басқа ұйымдардан бөлек. Біреудің айтқанына құлақ түрмейміз. Көргеніміздің бәрін қағазға хаттап, тиісінше рәсімдеп, заң органдарына жібереміз. Сосын олардың жауабын аламыз. Бұл ел заңына қайшы келмейді, әрі сайлау нәтижесіне әсер етпеуі де мүмкін. Бірақ кей жағдайда қылмыстық істің де қозғалуы ықтимал. 2025 жылға дейін 650 мың отбасы немесе 2 миллионнан астам адам баспанамен қамтамасыз етіледі. Президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевтың үгіт-насихат тобы Ақтөбе облысына барды. Олар сайлауалды бағдарламада тұрғын үй құрылысына ерекше көңіл бөлетінін еске салды. Партия өкілдері тұрғын үй мәселесі алдағы уақытта толық шешіледі деді. Жоспар іске асса, баспанаға қол жеткізу жеңілдей түсіп, ұстаздар мен дәрігерлерді үймен қамтамасыз ету үшін арнайы бағдарлама іске қосылады. Сайлау алды бағдарламада алдымызда тұрған жылдары 40 мың қазақстандық отбасына жалға берілетін пәтерлерге қол жеткізу мәселесі қарастырылған. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазақстандықтардың баспана мәселесін шешуге басымдық беруде. Осыған байланысты арнайы мемлекеттік бағдарламалар, облыстық бағдарламалар жұмыс істейтін болады. Республикалық қоғамдық штаб өкілдері Алға ауданы Бестамақ ауылдық округіне де барды. Ауыл ел бесігі жобасы аясында елді мекендерге су және интернет желілер тартылып, ескі жолдар тегістелетінін айтты. Отандық өнім бәсекеге қабілетті болу үшін мемлекет қолдау көрсетіліп, тапсырыс жасалуы тиіс. Президентке үміткер Дания Еспаева бүгін елордадағы арнайы экономикалық аймақта орналасқан кәсіпорын жұмысшыларымен өткен кездесуінде осылай деді. Осы аймақтағы зауыттың бірі әскери техниканың 4 түрін шығарады. Орталық Азияда баламасы жоқ бұл машиналардың 70% өзімізде жасалса, көлік қаңқасына қажет болат құрсау Ресейден жеткізіледі. Кәсіпорын жылына 120 броньды техника құрастырады. Әскери техника мемлекеттің айыбын асыратын күшті құрал, сонымен қатар қомақты табыс көзі. Кездесуде Дания Еспаева осындай кәсіпорындарға мемлекеттік қолдау көрсетілу керектігіне тоқталды. Завод дұрыс істеу үшін 3 жылдық заказ алу керек. Ол біріншіден. Екіншіден, мына несие жағынан. Қазіргі кезде бұл завод мына 16%-мен несие алып отыр екен. Бірақ та бұндай өндіріс шығаратын заводтарға меніңше бұл өте көп несиенің мөлшері деген. Сондықтан бұны төмендету керек. Президенттікке кандидат Әміржан Қосанов үгіт-насихат жұмыстарын күшейткен. Штаб мүшелері Астана қаласының сауда орындарында үмпарақтар таратып жатыр. Сайлауға 2 аптадан аса уақыт қана қалғандықтан жұмысқа еріктілер мен белсенді жастар тартылды. Үмпарақтарда кандидат тұғырнамасының негізгі бағыттары жазылған. Штаб өкілдері оның маңызды тұстарын халыққа ауызашарда түсіндіріп жатыр. Әрбір адаммен жеке уақыт бөліп түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Себебі бұл президентке таңдау деген әр адамның жеке таңдауы, сол үшін біз осы адам көп жерді таңдадық. Нұр-Сұлтан қаласының жастары толығымен бүгін Әміржан Қосановтың штабына ерікті болып кіріп, қазір жалпы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Жалпы халық көп тұрған жерлерге біздің кандидатымыздың парақтарын таратып, жалпы бұл Әміржан Қосанов егер де президент болса, оның не болатынын, Қазақстанда не күтетінін, жалпы оның саяси бағдарламасын, агитациялық бағдарламасын айтып отыр. Елді ең алдымен отандық өнімдермен қамтамасыз ету керек. Президенттікке кандидат Төлеутай Рақымбек Павлодар жұртымен кездесуде азық-түлік қауіпсіздігі туралы айтты. Сөзінше, шеттен келетін тауарлардың сапасына толық сенім жоқ. Сондықтан еліміздің экологиялық таза азық-түлік өндірушілерді барынша қолдау керек. Біздің негізгі мақсатымыз осы атадан келе жатқан кәсіпті өндірістік жолға қою. Егер біздің азаматтар осындаймен айналысатын болса, ешкімнен кем өнім алмайды. Ешкімнің кем өндірістік жолға қоймайды деп есептеймін. Себебі біздің халқымыз, біздің тұрғындарымыз осыны біледі. Қалай сауылатынын біледі, қалай жасалынатынын біледі, қалай өнім алуға болатынын біледі. Мақсатым осы қымызымызды қандай өнім болсында әлемге таныту.
ол бәрі өзіміздің қолымызда. Ерінбей еңбек етсе, оның белгісі мінекей менің қымызымда, құртымда duty free-де сатылып жатыр ғой. Соның өзі бір жақсы көрініс қой. Шетелден оны бәрі таниды, біледі. Ал Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Амангелді Таспихов жастарды жұмысқа тартып қолдауға басымдық бермек. Қазір кандидаттың республикалық қоғамдық штабы елде жастар форумын өткізіп жатыр. Оған кәсіподақ федерациясының салалық ұйымдары қолдау көрсеткен. Амангелді Таспихов еңбек өнімділігін арттыруда жастардың ресурсын пайдаланатын уақыт жетті дейді. Өңірлердегі басқосуда бұдан бөлек қоғамдық ұйымдар халыққа кәсіподақ жұмысында насихаттап жүр. Кәсіподақтар федерациясы арқылы көптеген жұмыссыз жастарды жұмыспен қамтуға тартып отырмыз. Оның ішінде, яғни жұмысқа келгеннен кейінгі мәселелер, соның ішінде өзінің құқықтарын, жұмыскердің өзінің құқықтары мен міндеттерін қорғайтын бірнеше ережелермен таныстырамыз. Ең бастысы біздерге үш жақты келісімшарт қой біздің негізгі жұмысымыз. Мынау кәсіподақтың біздің мақсатымыз осылардың бәрін келістіріп, мынау әкімшілікпен, жұмыс берушілермен, атамекенмен, сосын мынау өзі кәсіподақ сол жағын бірлестіріп, халықтың әлеуметтік жағдайын жасауға, жалақысын көтеруге жан жақты біз күн сайын жұмыс жасап жатырмыз. Ал Жамбыл Ахметбековтің сенімді өкілдері Қызылорда автобус паркінің ұжымымен кездесті. Әдеттегідей сайлауалды тұғырнама түсіндіріліп, жұмысшылардың сұрақтарына жауап қайтарылды. Еңбек адамдары жалақы, баспана секілді мәселелерді ғана емес, батыстың жағымсыз ықпалынан құтылудың жолдарында ұсынды. Үміткердің тұғырнамасындағы 5 негізгі бағыттың бірі де осы. Батыстың ықпалы мен жалған құндылықтардан бас тарту делінген онда. Автобус паркінің бас инженері ұлттық таным мен қазақ дәстүрлерін кейінгі ұрпаққа үйрету арқылы онымен күресуге болады дейді. Партиялықтардың да меңзеп отырғаны осы. Сайлауалды бағдарламаның бір бағытында бұл батыстың жағымсыз ықпалынан бас тарту. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде көбінесе сол батыс жақтан жағымсыз нәрселер біздің қоғамға көптеп келе жатыр. Әсіресе әлеуметтік желіден. Жалпы бұл жерде өзіміздің ұстанымызды жасағанымыз дұрыс. Ар мәселесінде ағаттыққа жол беруге болмайды. Қазақстан президенттігіне үміткер Сәдібек Түгел зиялы қауым өкілдерімен өткен кездесуде осылай деді. Белгілі ақын жазушыларға тіл, жер, діл, ар-ождан тақырыптарын қамтыған сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Кандидат бірінші кезекте осы 4 дүниені түгендеуге басымдық бермек. Әрі ұлттық құндылықты ұлықтап, мәдениетті жаңғыртуға үндеп отыр. Халықты бір мақсатқа жұмылдыру үшін зиялы қауымның орны ерекше екендігін атап өтті. Руханиятымызға жат дүниелерден ада болу, мысалы, солардан біз мына жастарды алып шығу, сақтау, азғындыққа жібермеу. Сол азғындық болған лас орындарды жабу мәселесін мен көтеріп отырмын. Арды алға қоямыз керек, жаңағы қайда болса да. Мына экономика мен идеология, екеуі қыран құстың қос қанатындай бірдей болу керек, бірдей жүру керек. Сол кезде мемлекет толыққанды дамиды. Өзге де жаңалықтар. Қызылжарда Шерлок Холмстың тапаншасы табылды. Әйгілі детективтің қаруын қала тұрғыны орманнан тауып полицейлерге тапсырған. 19 ғасырдың орта белінде пайдаланылған бульдог тапаншасы британдық Артур Конан Дойлдың романдарында анық бейнеленген. Ондаған жылдар бойы жерде жатса да, металдан жасалған қару жақсы сақталған. Алайда ортасындағы бөлшегі оқ-дәрісі жоқ. Тәртіп сақшылары халықтан қару-жарақты қабылдау акциясын 9 жыл бұрын қолға алған. Игі бастаманың аясында жыл сайын Бұхарадан шамамен 6 миллион теңгеге қару сатып алынады. Тек биылдың өзінде тұрғындар 100-ден астам мылтық тапсырған. Арасында Ұлы Отан соғысында пайдаланылған автоматтарда кездеседі. Солтүстік қазақстандықтар полиция органдарына 105 қаруды тапсырды. Оның ішінде 10 ойғын құлы және бір травматикалық қару болды. Мысалы, осы Виблей тапаншасы біздің криминалистер тұжырым жасап, бұл 1865 жылғы Виблей системалық бульдог маркалы тапанша екенін айтып, енді осы тапсырған азамат шамамен 30 мың теңгедей
ақы алады. Елордада халықаралық классикалық музыка фестивалі өз мәресіне жеткен. Астана Piano Passion байқауына бұл жолы әлемнің 20 елінен жас пианистер қатысты. Араларында небәрі 8 жастағы өнер жұлдызы бар. Үздіктер жас ерекшелігіне қарай 3 деңгейде анықталды. Бас жүлдені ақштан келген Адриан Ромов пен ресейлік Петр Апуов жеңіп алды. Ал кіші топтан бірінші орын тайвандық пианист Шанен Пайға бұйырды. Байқаудың негізін қалаушы Денис Мацуев бұл жарыста жеңіліс болмайтынын атап өтті. Это, конечно, есть слово конкурс, но Бұл әрине сайыс, бірақ одан қатысушылар мол тәжірибемен мүмкіндік алды. Бірін фестивальге шақырса, төртеуі орталық музыка мектебінде оқуға мүмкіндік алды. Мартин Экстрим оларды өз академиясына шақырып отыр. Ал Ли Минтян Гонконгтегі 3 концертіне 3 қатысушыны шақырды. Қазақстан осындай концерттерді өткізуге мүмкіндік береді. Кейін біз оларды жазғы шығармашылық мектепке шақырамыз. Назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. Сөз кезегі әріптесім Арай Кенжинада. Арай, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Оксана, рахмет. 21 мамыр сейсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Ертең Петропавлда аздаған жаңбыр жауы мүмкін. Ауа температурасы 0-ден күндіз 11, түнде 3 градус жоғары. Көкшетауда да жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 12, түнде 2 градус жылы. Қостанайда сынап бағанасы күндіз плюс 14, түнде плюс 3 градусты көрсетеді. Павлодарда күндіз 16, түнде 6 градус жылы. Қарағандыда ертең күн ала бұлтты, термометр бағаны күндіз плюс 15, түнде плюс 5 градусты көрсетеді. Жезқазғанда синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, күндіз 16, түнде 5 градус жылы. Өскеменде қалың жауын шашын күтіледі, ауа температурасы 0-ден күндіз 19, түнде 12 градус жоғары. Семейде күндіз 20, түнде 15 градус жылы. Таразда да жаңбыр жауы мүмкін, сынап бағанасы күндіз плюс 30, түнде плюс 16 градусты көрсетеді. Түркістанда күн ала бұлтты, күндіз 29, түнде 20 градус жылы. Қызылордада жауын жауы ықтимал, ауа температурасы 0-ден күндіз 28, түнде 16 градус жоғары. Талдықорғанда күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Оралда да жауын шашын күтіледі, ауа температурасы 0-ден күндіз 14, түнде 5 градус жоғары. Ал Атырауда күн ашық, күндіз 21, түнде 10 градус жылы. Ақтөбеде керісінше жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз плюс 13, түнде плюс 5 градусты көрсетеді. Ақтауда күн ашық, күндіз плюс 21, түнде плюс 15. Шымкентте жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28, түнде 20 градус жылы. Алматыда күндіз плюс 30, түнде плюс 17, ал Нұр-Сұлтанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт күтіледі, ауа температурасы 0-ден күндіз 13, түнде 2 градус жоғары. Қайырлы кеш, Сәнді, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, Арай, көп рахмет. Я продолжу буквально через пару минут. Оставайтесь с телеканалом Астана.